Қайырлы күн әріптестер және жас мамандар. Жалпы мектепке жұмысқа орналасу үшін НОБД сайтына қалай тіркелеміз және қалай кіреміз, соны түсіндіре кетемін. Ең алдымен оң жақ шетінде кіру, тіркелу және де қандай тілде ыңғайлы өзімізге таңдап аламыз, яғни қазақ тілі және орыс тілі. Егер де сіздерде бұрыннан өздеріңіздің кабинеттеріңіз болса, сразу кіріп кетесіздер. Ең алдымен, егер бұрын соңды тіркелмеген болсаңыздар, тіркеу деген батырмасын басасыздар және қызметкер дегенді таңдаймыз, және мына жерге иін жазамыз, өзіміздің қолданатын почтамызды, телефон номерімізді және өздеріңіз рөлді деген жерге педагог деп белгілеп, құпия сөздеріңізді ойластырып, ары қарай кіресіздер, яғни ЭЦП ключ арқылы кіреміз. Менде уже жеке кабинетім бар, бұрын соңды тіркелгенмін, сол үшін бірден кіруім керек. Так, мен бұл жерде қызметкер дегенді белгілеймін. Өзімнің иінімді жазам, ЖСН. Және өзімнің қойған құпия сөзімді жазамын. Құпия сөзді ұмытып қалмай, оңай қылып қойсаңыздар болады. Өзімнің жеке кабинетіме кірдім. Осындай ұяшық ашылады сіздерде де. Және мынау сол жақ бетінде жоғарыда бос жұмыс орындары дегенді таңдаймыз. Осы жерден өздеріңізге керек жұмыстардың барлығын қарасаңыздар болады. Және сол жақ бетінде өзіңіз іздеп жүрген жұмыстың табыс деңгейін белгілесеңіз болады, 100 мың, 250 мың деген сияқты. Аймақ деген жерден өзімізге қай қаланы таңдайсыз, өзіңіз қай жақтан жұмыс іздеп жүрсіз, соны таңдаймыз. Лауазымы, арнайы пәндер оқытушысы, ағылшын тілі пәні мұғалімі, өзіміз таңдап аламыз бұл жерден. Және жұмыспен қамту түрі, толық жұмыспен қамту, толық емес жұмыспен қамту, әркім өзіне керегін осы жерден таңдаса болады. Және тіл, сізге қай тілі ыңғайлы, қазақ тілі, орыс тілі деген сияқты тілдерді таңдаймыз. Және келесі бізде өзіміздің білімімізді белгілеп кетеміз. Білім деңгейі, жоғарғы оқу орнынан кейін жоғарғы педагогикалық, осыны таңдасақ болады. Білім беру ұйымының түрі. Енді сіздер егерде бастауыш сынып мұғалім болсаңыздар, орта білім беру ұйымдарын деген таңдаймыз. Мектепке дейінгі ұйымдар, балабақшалар, осы өзіңізге қайсысы осы жерде жақын, соны белгілейсіздер. Және менің жауаптарым деген нұсқа бар жоғарғы жақта. Ол жерден сіздер осы жерде жұмыстарға өздеріңіз өтініш бересіздер ғой, соның жауаптары тұрады. Мысалға мен қазір бір мысалмен көрсетейін. Мен ешқандай табыс деңгейі маған маңызды емес. Мысалға мен Алматы қаласын таңдаймын. Алматы қаласы таңдау деп басасыздар. Және маған керек мектепке дейінгі ұйымдар және бастауыш қазақ тілін таңдаймын. Осылай көрсетейін. Осы жерде көптеген мамандықтар шығады, бос орындар бұлар Алматы қаласы бойынша. Егер де мысалға педагог ассистент деген шығып тұр, мысалға оған кіріп жаңағы жауап бергіңіз келсе, жауап беру дегенді басасыз. Одан кейін қалай документтерді жүктейміз? НОБД бойынша құжаттарды қалай жүктейміз? Сол туралы қазір ақпарат беретін боламын. Мен мысалға мына жерде психолог мұғалім вакансия шығып тұр, соны көрсетейін. Қалай мектептерге өтініш жасаймыз. Осы жерде астында жауап беру деген болады, соны таңдаймыз алдымен. Жауап беру. Бізде осындай ашылады, 3 кезең бар, бірінші, екінші, үшінші. Бірінші, яғни жүктеу үшін жарамды файл форматы бізде PDF түрінде болу керек, және файлдың рұқсат етілген мөлшері 10 мегабайттан аспау керек. Енді бізде қоса беріліп отырған құжаттардың тізбесін көрсетіп отырып, конкурсқа қатысу туралы өтініш деген жерде, бұны егер біз қандай мектеп таңдаймыз, оның сол мектептің өтініші автоматты түрде осы жерде пайда болады. Оны жасаудың қажеті жоқ. Өзі пайда болады. Және бізде екінші, жеке басты куәландыратын құжат, яғни бұл жерде жеке куәлік, удостоверениені PDF түрінде саламыз. Үшінші, бізде кадрларды есепке алу бойынша толтырылған жеке парақ. Бұл жерде көк қағазды біз канцелярский сатылатын жерден алып, бүткіл мәліметтерді толтырып, 3-4 фотомызды жабыстырып, оны сканерлеп, осы жерге салатын боламыз. Төртінші, бізде педагогтардың құжаттары, яғни біліктілік. Бұл жерде біз бакалаврдың өзіміз бітірген университеттің дипломын саламыз.
Және бізде келесі денсаулық сақтау деген осы жерге біз 0,75 0,75-ті жасатамыз алдын ала. Сосын оның электронный түрін EGOV-тан алып PDF форматта осы жерге жүктейміз. Келесі бізде психо справканы Каспийден алсаңыздар болады, осы жерге жүктеледі. Одан кейін наркологиялық справка, оны да алып жүктейміз. Келесі бізде сертификаттан өту нәтижелері туралы сертификат, яғни біліктілік санатының болуы, квал тест тапсырған жаңағы сертификаттың электронды вариантын осы жерге жүктейміз. Келесі бізде еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі. Ол бізде еңбек кітапшасы. Егер сіздер еңбек кітапшасы бойынша жаңағы жұмыс жасаған болсаңыздар, соны сканерлеп осы жерге PDF форматта саламыз. Соңғысы бізде бұл жерде, егер сіздер магистратура оқысаңыздар, немесе ғылыми академиялық дәрежелеріңіз болса, осы жерге жүктейді, плюс батырмасын басып жүктейміз. Келесі бізде екінші үміткерлерді бағалау парағы. Білім деңгейі. Осы жерде ашқан кезде балл түрінде қоямыз. Яғни біз конкурсқа қатысқанда балмен есептеледі. Егер сіздерде білім деңгейі жоқ болса 0 балмен белгілейміз. Жоғарғы оқу орнын бітірген болсаңыздар 3 балмен, егер жоғарғы оқу орнын қызыл дипломмен бітірген болсаңыздар 4 балмен белгілеп шығамыз. Ғылыми академиялық дәрежесі. Докторантура болса 15 балл, магистр болса 5 балл, өздеріңіз белгілеп шықсаңыздар болады. Сертификаттан өту нәтижелері. Жаңа айтып кеткендей, квал тест, біліктілік тесті. Қанша пайыз сіз сұрақтарға жауап бердіңіз, соны балмен белгілейміз. Бізде келесі педагогикалық кәсіби практика нәтижелері. Бұны көп жерде айтып жатады, универден алу керек деп. Жоқ, біз уақытымызды үнемдеу үшін біздің дипломымызда педагогикалық кәсіби практика нәтижелері міндетті түрде болады. Соның нәтижесін, бағаларыңызды соны кәдімгідей көшіріп, сканерлеп осы жерге жүктейсіздер. Қандай нәтижені? Үздік балл алсаңыздар 4 балл, сол сияқты белгілеп шығамыз. Егер сізде қолыңызда болмаса 0 балмен таңдаймыз. Келесі бізде оқу орнынан ұсыным хат. Бар болса 0 балл, жоқ болса 0, бар болса 3 балмен белгілеп шығамыз. Волонтерлік жұмысқа қатысу. Қатысқан болсаңыз 0 балл. Соны белгілеп шығу керек. Педагогикалық қызмет туралы жарияланымы бар интернет бетін әлеуметтік желілер парақшаларын жүргізу. Яғни сізде осы педагогикалық қатысты өзіңіз әлеуметтік желіде белсенді болсаңыз, соның парақшаларын белгілесеңіз болады. Немесе авторлық ғылыми жобалар, сабақтар, семинарлар, солардың балмен белгілесеңіздер болады. Жазғы лагерлердің жұмысына қатысу. Қатысқан болсаңыз 2 балл, қатыспасаңыз 0 балын таңдаймыз. Оқу орындары бойынша конкурстарға қатысу, ғылыми жобалар, шығармашылық. Егер болса, осында сертификатты, яғни куәлікті жүктеп, мында балл қойып шығасыз. Әрбір қатысу үшін 1 балдан 4 балдан аспайды. Ары қарай бізде мына жерде көрсете алмаймын, бірақ ары қарай осының барлығын қосқанда сізде общий неше балл соны шығарады. Ары қарай ЭЦП ключпен кіріп, қол қоясыз и өтінішіңізді мектепке жібересіз. Солай жұмысқа орналасуға болады. Егер балыңыз көп болса, сізді жұмысқа қабылдайды. Тағы басқа қандай сұрақтарыңыз бар, комментарийға жаза кетіңіздер, YouTube каналыма тіркеле кетіңіздер.